4 бөлім. Пенденің сенім тұрғысынан болатын дәрежелері. Құранда жаратушыға иман ету мен иман келтірме тұрғысынан адамдардың діни дәрежесі әртүрлі болатындығы анық түрде баян етілген. Сондықтан біз де бұл жерде сенім тұрғысынан адамдардың ислам діні бойынша қалай аталатындығын аят пен хадис арасында қарастыра отырып олардың діни дәрежелеріне қысқаша анықтама берейік. Бірінші, мүмин. Аллахқа, оның елшісіне және ислам дінінің әкелген барлық діни үкімдеріне күмәнсіз, сенімді түрде иман етіп, ислам дінінен басқа дінді қабыл етпеген кісіге мүмин, не мұсылман дейміз. Жүрегінде иманы болып, дүниеден өткен момын пенделерге Аллах дүниеде сыйлық ретінде жәннаттан орын беретіндігін көптеген аятта айтып өтеді. Мүмин пенделер көзге көрмеген, адам қиялынан тыс болған нәрселерге сенетіндігімен айқындалады. Мүмин пенделердің барар жері жайында аятта былай дейді: расында, иман келтіріп, ізгі іс істегендер үшін Фирдаус жәннаты қонақ үй болады. Олар онда мәңгі қалады да өздері одан ауысуды қаламайды. Кахф. Мүминдер Аллахқа және дінге шынайы сенгендіктері үшін еш күмәнсіз ақыретте астынан өзендер аққан Аллахтың суреттеуге тілі жетпес жәннатына барады. Себебі бұл Аллахтың мүминдерге берген уәдесі екендігі мына аятта. Раббаларынан қорыққандар үшін астарынан өзендер ағатын, қабат-қабат салынған сарайлары бар. Бұл Аллахтың уәдесі. Аллах уәдесінен таймайды. Зумар деп бекітіледі. Екінші, кәпір және күпірліктің түрелері. Аллахқа және пайғамбарларына сенбеген діннің әмір мен тыйымдарына қарсы келген, жаратылыс ақиқатын мойындамаған кісіге қабыл етпеуші, қарсы келуші, жоққа шығарушы деген ұғымдарға келетін кәпір атауын береді. Күпірлік тек Аллахқа, пайғамбарларына сенбеу ғана емес, діни үкімдердің қандай да біреуіне қарсы келумен де орындалады. Адамзат тарихындағы Аллахтың бар және бір екендігіне сенбеуші, пайғамбарлардың хақ екендігін қабыл етпеуші, материалист немесе атеист жандар діни тұрғыдан алғанда кәпір болып есептеледі. Құран кәрім кәпірлер жайында өте көп сөз қозғайды. Құранда Аллахқа сенбеушілер, оған қарсы келушілер туралы айтылмаған сүрелер кемде-кем десек артық айтқандай болмаспыз. Аллах тағала өзіне сенбеген яки қарсы келген пенделерге ақыреттегі азабын баян ете келіп, олардың жан түршігерлік азапқа душар болатындығын аяттарында нақты айтады. Кәпірлер жайында айтылған кейбір аяттарды келтірер болсақ, расында сондай қарсы келгендер және қарсы болған күйде өлгендер, міне соларға Аллахтың лағынеті әрі періштелердің және барша адамдардың лағынеті болады. Бақара сүресі. Негізінен ондай аяттарымызға қарсы шыққандарды жедел тозаққа саламыз да, олардың терілері жанған сайын азапты татулары үшін оны басқа терілерге ауыстырамыз. Шәксіз, Аллах тым үстем, хикмет иесі. Ниса. Күдіксіз аяттарымызды жасынға айналдырып, одан өздерін жоғары көргендерге көктің есіктері ашылмайды. Олар түйе иненің көзінен өткенге дейін жұмаққа кірмейді. Күнәларды осылай жазаландырамыз. Оларға оттан төсек және үстеріне жамылғылар бар. Залымдарға осылай жаза береміз. Ағраф. Әй пайғамбар, кәпірлермен және мұнафиқтармен күрес, оларға қатаң бол. Олардың орны тозақ, қайтып барар орны қандай жаман. Тәубе. Сөзсіз, күнәлар тозақтың азабында мәңгі қалады. Олардың азабы жеңілдетілмейді де, олар онда күдер үзген түрде қалады. Зухруф. Пайғамбарларымыздың да өмір бойы Аллах тағалаға сенбеушілермен күресіп келгендігі мәлім. Бірақ Аллах дін сіздерге үгіт насихат дарымайтындығын айтып, олар үшін қайғырмауды мына бір аятпен түсіндіріп өтеді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям, расында, қарсы болғандарды үгіттесең де, үгіттемесең де бәрібір. Олар иман келтірмейді. Аллах олардың жүректерін, құлақтарын бітеген, әрі көздерінде перде бар. Сондай-ақ олар үшін зор қинау бар. Бақара сүресі. Оқырмандарымыз бұл жерде Аллахқа иман
етпегенімен мұсылмандардан да жақсы мәміле жасаған, қолынан келген жақсылығын аямаған басқа дінде адамдар баршылық. Бұлардың жасаған жақсылығы ақиретте есептеле ме? Әлде олар кәпірлер секілді азапқа ұшырай ма? Азап шегетін болса жазығы не? Деп сауал қоюлары мүмкін. Бұл сұраққа төмендегіше жауап беруге болады. Біріншіден, Аллахқа және иман негіздеріне иман етпегендігі үшін олардың жасаған жақсы амалдары ақиретте өздеріне ешқандай пайда болмайтындығы мына аяттан белгілі болып тұр. Негізінен қарсы келіп, кәпір күйінде өлгендер олардың әрбіреу жер беті толы алтын төлесе де әсте қабыл етілмейді. Міне, солар үшін күйзелтуші азап бар. Сондай-ақ оларға ешбір жәрдем жоқ. Әли Имран. Екіншіден, әлгінде кісілер Әбу Тәліптің Хазіреті пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам жасаған жақсылығындай жақсылық жасамаған болар. Әбу Тәліп Хазіреті пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам пана болып, ислам дінінің қуат болуына едәуір көмек көрсеткенімен бұл дүниеде имансыз кетті. Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол кісіге өлер алдында қаншама рет жалбарынды. Уа көкешім, өлместен бұрын калима шахадат айтшы, ертең ақиретте Аллах тағаланың алдында сенің мұсылмандығыңа куәлік етейін, деді. Сонда Әбу Тәліп: мен бабаларымның ұстанған дінімен өлемін. Егер мен сенің дініңді қазір қабыл етсем, Құрайштар мен өлген соң Әбу Тәліп өлімнен қорыққандықтан Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам дінін қабылдады деп сөз айтатындығын білемін, деп иман етпеген еді. Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам иман етпестен дүниеден өткен көкесі үшін Аллахтан истиғфар тілеп дұға еткенде мына аят түседі. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: расында, жақсы көргеніңді тура жолға сала алмайсың. Бірақ Аллах кімді қаласа, оны тура жолға салады. Сондай-ақ ол тура жол табатындарды жақсы біледі. Қасас. Артынан мына аят тағы түседі. Пайғамбарға және мүміндерге тозақтық екендігі өздеріне білінгеннен кейін, егер жақындары болса да мүшриктер үшін жарылқау тілеулеріне болмайды. Тәубе. Бұл аят қаншама жақсылық жасаған, 8 жасынан бастап 50 жасына дейін мүшриктерден қорғап өткен Әбу Тәліптің тозақтық екендігін білдіреді. Олай болса, иман етпеген соң салих амалдың ешқандай пайдасы жоқ екендігін ұмытпайық. Күпірлік етуде өз кезеңінде кейбір себептермен болып жатады. Соған байланысты күпірдің мынандай түрлері болады. Күфри инкари, түбегейлі қабыл етпеу. Қандай да бір кісінің Аллахтың бар екендігін, Хазіреті Мұхаммедтің хақ пайғамбар екендігін және Аллахтан әкелген діні мен діни үкімдері түбегейлі қабыл етпеуі күфри инкари болады. Ондай кісілер жайында Құран былай дейді: расында, қарсы болғандарды үгіттесең де, үгіттемесең де бәрібір олар иман етпейді. Бақара. Күфри жухуд, біле тұра қабыл етпеу. Жүрегімен Аллахтың бар және бір екендігін қабыл етіп, тілімен сенімен айтпай, иман етуге ыңғай танытпаған адамның күпірлігін күфри жухуд дейміз. Мысалы, шайтанның күпірлігі мен Фирғауынның күпірлігі осыған жатады. Күфри инади, қырсықтықтан туындаған күпірлік. Аллахтың тәңірі екендігін жүрегімен біліп, бірақ Аллахты тәңірі ретінде мойындауға келгенде шек-шекпен болып, лауазым қызметінен айырылып қалудан қорқып, исламды дін, Аллахты тәңірі ретінде қабылдамайтындығын айтқанға күфри инади дейміз. Мысалы, Әбу Тәліптің Құрайштардың Әбу Тәліп өлімнен қорққандықтан Хазіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам дінін қабылдады деп айтатын сөзі үшін иман етпеуі күпірліктің осы түріне жатады. Күфри нифах, екі жүзділіктен туындаған күпірлік. Адам иман негіздеріне жүрегімен сенбестен, өтірік, сырт көзге жағыну мақсатында тілімен сенгендігін айтқанда күфри нифах дейміз. Мұнафиқтардың күпірлігі осыған жатады. Мүшрік және серік қосудың түрлері. Аллах тағаланың жалғыздығына, теңі мен ұқсасы жоқ екендігіне қарамастан, серік қосушы кісіні мүшрик деп атаймыз. Ширк пен күпір сөзі бір-біріне жақын ұғымдар болғанымен, мағыналары әртүрлі. Күпір дегеніміз иман негіздеріне сенбеу, Аллахты тәңірі деп, Хазіреті Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар деп қабыл етпеу болса, ширк Аллахты екеу немесе бірнеше деп қабылдау болып табылады. Алғашқысы жаратушыны,
оның елшісін қабылдамайды, соңғысы Аллахқа серік қосады. Сондықтан мүшрик те, кәпір де Аллахтың азабына ұшырайтын қауым болып саналады. Құранда кәпірлер және мүшриктер деп жеке-жеке тоқталып, екеуінің өздеріне тиесілі ақыреттік жазалары айтылады. Әсіресе Аллахтың өзіне серік қосуды ешқашан кешірмейтіндігі мына аятта баян етіледі. Негізінен Аллах өзіне ортақ қосуды жарылқамайды. Одан басқа кімді қаласа жарылқайды. Ал кім Аллахқа ортақ қосса, расында өте қатты адасты. Ниса сүресі. Аллах тағала біздерге серік қосудан аулақ тұруымызды, өзіне ғана құлшылық етуімізді, өзінен ғана жәрдем тілеуімізді бұйырады. Бұл жайында да көптеген аят бар. Мысалы, Аллахпен бірге басқа тәңірді шақырма. Одан басқа ешбір тәңір жоқ. Оның өзінен басқа барлық нәрсеге жоқ болады. Үкім оған тән. Сондай-ақ оған қайтарыласыңдар. Қассас. Аллахқа бойынсынған түрде одан қорқа отырып намазды орындаңдар, әрі ортақ қосушылардан болмаңдар. Рум. Аллахқа серік қосудың да бірнеше түрлері болады. Ширки истиқлал, екі құдай қабыл етуімен серік қосу. Аллах тағаланы жаратушы ие деп қабыл еткенімен, екінші бір тәңірінің бар екендігін, яғни әлемді екі құдай билейді деп құдайды екеу етіп қабыл етушілерді ширки истиқлал дейміз. Мысалы, мәжусилер жақсылық құдайы, жамандық құдайы деп екі құдайға сенеді. Себебі әлемдегі зұлымдық атаулыны Аллах жасамайды, оны жасаушы екінші бір зұлымдық құдайы бар деп ұғынады. Ширки тәбғиз, Аллах құдайлардан тұрады деп серік қосу. Аллах тағаланың бір екендігіне сенгенімен, Аллахты бірнеше құдайлардан тұрады дейтіндерді ширки тәбғиз дейміз. Мысалы, христиандар Аллахтың жаратушы ие екендігін қабыл еткенімен үштік сезімге сенеді. Бұлай сенген адам Аллах құзырында кәпір болады. Расында, Аллах үштік үшіншісі дегендер кәпір болады. Бір тәңірден басқа тәңір жоқ. Егер олар бұл айтқандарынан тыйылмаса, олардан сондай қарсы келгендер күйзелтуші азап бар. Маида. Ширки тақриб, дәнекер қою арқылы серік қосу. Әлемнің жаратушысы болған Аллахтың бір екендігін қабыл етумен қатар Аллахқа жақындастырады деген сеніммен тастан, ағаштан, немесе басқа да бір заттан жасалған пұтқа, мүсінге сыйынуды ширки тақриб дейміз. Мысалы, Хазіреті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам дәуіріндегі меккелік мүшриктер пұтқа осындай сеніммен табынған. Олардың түсінігі бойынша Аллахқа әрқайсымызға бір мезетте назар аудара алмайды. Сондықтан Аллах пен арамызды байланыстырушы пұт деп сенеді. Бұл жайында Құран былай дейді: Аллахқа иланбай, басқаға табынғандар, оларға шоқынғанда біз тек солар бізді Аллахқа жақындастырсын деп шоқынамыз дейді. Зумар. Ширки тақлиқ, еліктеу арқылы серік қосу. Арнайы түрде тәңір ретінде таңдап алмаған, тек ата-бабамыздан бері келе жатқан әртүрлі затқа сыйынуды ширки тақлиқ деп атайды. Ата-баба жолын, дінін ұстаймыз деп пұттарға табынушылық осыған жатады. Құранда бұл мәселені былай деп келтіреді: осылайша сенен бұрын бір мемлекетке пайғамбар жіберген болсақ, олардың беделділері расында біз аталарымыздың бір жол үстінде таптық, біз де солардың ізінен жүреміз деді. Зухруф. Ширки әсбәб, табиғат заңдылықтарын негізге алумен серік қосу. Әлемдегі әртүрлі заңдылықтардың Аллах тарапынан жаратылмағандығын, керісінше өздігінен кездейсоқ нәтижесінде жаратылғандығына сенгендерді ширки әсбәб дейміз. Мысалы, материалист философтардың түсіндігінде осы баптағы ширкке жатқызамыз. Мұнафиқ, екіжүзділік. Имансыз бола тұра, мұсылман секілді көріну үшін тілімен иман еткен кісіге мұнафиқ дейді. Мұнафиқ мұсылман ортасында мұсылман сияқты әрекет етіп, кәпірлердің ортасында барғанда кәпірлігін жасай беретіндер. Муртад, ислам дінін қабыл етіп, мұсылман болғанымен кейіннен кейбір себептерге байланысты басқа бір дінге өткен кісі. Фасық, күнәһар, бұзақы.
Фәсіх Аллахтың әмірлеріне қарсы әрекет ететін, күнәһар, жаман мінезді, жамандық жасауды әдетке айналдырған мұсылман кісі. Фақ ілімінде фасық сөзінің терминдік мағынасы былай болып келеді: Аллахқа итағатты тәрк еткен және оған қарсы келген, үлкен күнә істеуден табынбаған, кіші күнә жасауды әдетке айналдырып тура жолдан шыққан кісі фасық деп аталады. Аси дінге және билікке қарсы шығушы. Аси Аллахтың бұйырған әмірлерін орындамаған, Аллахтың үкімдеріне қарсы шыққан күнәһар мұсылманның атауы.